Ал, армысыздар, саламатсыздар. Біріншіден сіздерге сәлем жолдаймын. Екіншіден жігіттер тек қана алға деген келеді. Бүгінгі сайыста тек қана мықтылар денсін деген келеді. Әділбек, мына жерге жазыпсыз, кино актермын, драма театрда ойнаймын депсіз. Иә. Солай ма? Студентпін әлі. Студентсіз, иә? Иә. Актерлік шеберлігіңізді сынап көруге болады ғой? Жақсы. Біздің екінші курс, бірінші курста өткен кезде біз жануарлар ететін жасабаймыз ғой. Мына жаңа жігіттер жасап жатыр, енді негізі мен техникалық жағымен жасайын. Жануарлар қалай жасалады? Көрермен шапалақ соқып қойса, енді иә. Ал кеттік. Ары қарай жалғастыра беруің болады, жануарлардың тең жарысы. Бәрекелді. Қандай білесіз? Қызық жануарлар. Осы уақытқа дейін ешкім салмаған, ешкім образдамаған, сомдамаған образын. Маймыл, ит, бәрін салам. Ау. Бәрекелді. Өнеріңіз керемет екен, Әділбек. Тағы қандай біз білмейтін, бәлкім. Жаңағы жігіт маймылды салды. Маймыл керек емес, иә? Иә. Ит керек емес. Жаңағыдей жұмыртқалап атқан тауықты салғым келеді. Тауық жұмыртқалап атқан, иә. Тамаша, жақсы. Енді өнер жағынан ән айту слух, орысша айтқанда слухың бар екені көрініп тұр. Өнер жағынан енді қинамай қойсақ та болатын шығар. Қазақстан Республикасының премьер-министрі кім бүгін? Бұрында Кәрім Мәсім болса, қазір Серік Ахметов па? Қателеспесем, иә. Титаник кемесі не себепті апатқа ұшырап еді? Айсберг алдынан жаңағыдей қақыс болғаннан кейін, содан кейін осындай апатқа ұшырады. Әлемдегі ең жүйрік жануар? Аң. Әлемдегі ең жүйрік жануар гепард пет, қателеспесем, иә. Әділбек, бүгінгі көрсеткен өнеріңізге бізді таң қалдырғаныңыз рас. Сосын түр тұлғаңызға қарап, мен сізді жіберуге болады деп ойлаймын, жеке өз басым. Аға не айтасыз? Герма, сіз үшін аға. Тамаша өнер бар екен, сосын қолдау керек сияқты, мен ойымша. Рахмет аға. Мен де қолдап отырмын. Біріншіден сен жаңа көрсеткен құстарың емес, птицефабриканың директор сияқтысың тұры. Ол үшін емес, мына актерлық, болашақ актерға күлкіге еріп кетпей, дер кезінде тоқтау бар екен сенде. Маған сол жері қатты ұнады. Сондықтан иә деймін. Құттықтаймыз сізді.